Абай атындағы нөмірі 4 мектеп лицейінің 9 класс сынып оқушысы Төлеу Аяулы. Менің таңдаған мамандығым IT маманы. Жалпы, IT мамандары дегеніміз кімдер? IT маманы ақпараттық жүйелер мен технологиялар саласындағы мамандар. IT ақпараттық технологияларға жататын қызмет, және де IT ақпараттық технологиялардың өзінің салалары бар. Мысалы, веб-дизайнерлер, жүйелік администраторлар, бағдарламашылар. Ал енді IT маманның бойында қандай қасиеттер болуы керек? Ең алдымен IT маманы халықаралық тілге айналған ағылшын тілін білуі керек. Және де математикада артық етпейді. Егер де біз machine learning, big data бағдарламалар жайлы айтатын болсақ. Одан да басқа, есте сақтау қабілеті жақсы болу керек. Логикалық түрде жақсы табандылық пен ұқыптылығы болуы керек. Ал енді IT мамандығының артықшылықтарын айтатын болсақ, жақсы жалақы. Неге жақсы жалақы жайлы айтты? Себебі IT саласы Қазақстандағы 10 сұранысқа ие мамандықтарға кіреді. Яғни, сұранысқа ие мамандық болғандықтан, бұл сала қараусыз қалмайды. Сіз мамандық жоқ деген сияқты IT саласында өзінің кемшілік тұстары болады. Солардың бірі отырып жұмыс істеу. Отырықшы жұмыс денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Және де көру органдарына біршама зақым тиеді. Сондықтан да спорт пен жақсы демалыс жайлы ұмытпау керек. Келесі кезекте Қазақстан бойынша IT мамандарын даярлайтын 5 үздік оқу орны анықталды. 5-ші орында Нархоз инновациялық білім ордасы. Негізгі бағыты экономикалық мамандықтар болғанымен, сапалы педагогтар мен заманауи инфрақұрылымның арқасында профилі бойынша IT секторына Қазақстан бойынша ең сапалы мамандар дайындауда. 4-ші кезекте СТУ Сүлеймен Демирел атындағы университет. Бұл университеттің ерекшелігі барлық мамандарды ағылшын тілінде үйретеді. 3-ші кезекте Қазақстан неміс университеті. Ал 2-ші кезекте болатын болса IT университеті. 1-ші орында тұрған университет Қазақстан Британ техникалық ақпараттық университет. Қазақстан бойынша IT саласындағы ең жарқын 15 өкілдің бірі Асхан Мұхитдинов. Асхан Мұхитдинов Lenovo компаниясының бас менеджері. Lenovo компаниясының бас менеджері болмай тұрып, Асхан Мұхитдинов Samsung Electronic компаниясының өкілі болып, ұзақ жылдардан өтті. Ал ендігі кезекте IT саласының жалақысы жайлы айтатын болсақ, 2019 жылдың көрсеткіші бойынша ең төменгі жалақы 150 теңгеден басталды. Орташа жалақы 400 мың теңге, ал сұранысқа ие мамандар 1 миллион теңгеге дейін жалақы алды. Ал шет елдермен бірлесіп жұмыс істейтін IT мамандары $4000 дейін жалақы алды. Ал енді IT саласының статистикасы жайлы айтатын болсақ, IT саласындағы ең көп статистикада орын алатын мамандықтар ол веб-дизайнерлер және де жүйелік администраторлар. Олардың барлығы қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың ішіне кіреді. Ал енді қысқаша қорытындыға келетін болсақ, бүгінде IT саласы мамандарының сұранысы жоғары. Технология тілін түсінетін, оны 5 саусақтай білетін жандарға жұмыс жетіп артылады. Болашақта да бұл сала мамандарына сұраныс артпаса, кемімесі анық. Себебі жаһанда технология күн саны қарыштап дамып келеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Төлеу Аяулым.